Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз өте дәмді, жұмсақтығын 2-3 күнге дейін сақтайтын осындай Рафаэлло пирогын жасаймыз. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Әсіресе егер де пирогыңыз дұрыс шықпай жүрсе, дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Алдымен 72% сары майға қантты қосамыз, бір жұмыртқаны қосып, барлығын жақсылатып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Сары май бөлме температурасында болу керек, немесе қызар қатты болса, оны микроволновкаға шамалы ертіп аламыз. Одан кейін венчиктің көмегімен жұмыртқалы массамыздың барлығы ергенше осылай араластырамыз. Пирогтың жұмсақтығының ең басты себебі ол маргаринде, яғни маргарин 72%-дан жоғары болу керек. Сол кезде сіздің пирогыңыздың дәмі де, өзі де жұмсақ болады. Келесі кезекте ұнды саламыз, одан кейін жарты шай қасық қопсытқышты саламыз. Видеоның описание бөлімінде мен барлық құрамдарын жазып қалдырамын. Дәл осы пирогтың салмасын яғни әртүрлі етіп пирогтарды жасауға болады. Тіпті достар, тапсырысқа да жасауға болады. Мінекей, енді қолымызбен барлығын осылай араластыра отырып, жұмсақ қамыр дайындаймыз. Бізде осындай эластичный жұмсақ қамыр шығады. Енді дайын болған қамырды пакетке салып, салмасын дайындағанша тоңазытқышқа алып қоятын боламыз. Егер де пирогыңыздың қамыры дұрыс шықпай жүрсе, дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Келесі кезекте енді салмасын әзірлейміз. Ол үшін бізге 20% қаймақ керек. Егер де қаймақ дүкендікі болып бетінде су болса, қыздар міндетті түрде суын төгіп тастаймыз. Яғни 20%-дан жоғары қаймақты пайдаланамыз. Одан кейін өзіңізге ұнайтын кез келген сгущенканы қосамыз. Негізінде мен пирогтарға три желания немесе рогачев сгущенкасын пайдаланамын. Одан кейін салмасы қою болу үшін міндетті түрде жүгері крахмалын қосамыз. Картоп крахмалын қыздар пайдаланбаймыз, өйткені картоп крахмалын қоссаңыз, кәдімгідей дәмі білініп тұрады. Одан кейін 5-6 штук Рафаэллоны осылай видеодағыдай барлығын ұнтақтап салмасына саламыз. Мінекей, салмамыз да дайын болды. Енді барлығы араласқанша осылай бір келкі араластырамыз. Келесі кезекте қамырды енді диаметрі 23 см болатын формаға осылай төсек шығамыз, және де шанышқының көмегімен барлығын бір келкі етіп құйып, салмамызды құйып, 180 градуста қыздырылып тұрған пеште 35-40 минут пісіріп аламыз. Пирог піскеннен кейін енді міндетті түрде бетіне ақ шоколадты осылай ерітіп құямыз. Сол кезде пирогыңыздың дәмі керемет болады. Және де қыздар, бір айта кететін жайт, пирогты формасынан бірден алмаймыз. Яғни бірінші бөлме температурасында 1 сағаттай жақсылатып пирогымызды суытып аламыз. Одан кейін пирог суығаннан кейін ғана осылай қалауыңызша әрлесеңіздер болады. Бүгін мен құлпынаймен әрледім, және де Рафаэлло пирогы болғасын, үстіне Рафаэллоны және де бетіне кокос ұнтағын септім. Одан кейін барып тоңазытқышқа 1-2 сағатқа салып қоямыз. Мінекей, Рафаэлло пирогымыз дайын болды. Сонымен қатар аптасына 3 рет менің YouTube каналымда жаңа рецепттер шығып отырады. Қоңыраушаның белгісін басып қойсаңыз, қандай да бір рецепт шықса, сізге бірден хабарлама келеді. Пирогты жасап көріңіздер, ас болсын.